облысы әкімдігінің жастар саясаты мәселелері жөніндегі басқармасының жанындағы облыстық жастар ресурстық орталығының тапсырысымен Жайдар жастар қоғамдық қорының ұйымдастыруымен өткізіліп отыр. Олай болса, бүгінгі сайыстарымызға қатысатын командалармен таныс болыңыздар. Бірінші кезекте қарсы алыңыздар. Маусымға олар басқа жоғары оқу орнының атынан тіркелген болатын, бірақ сол атаумен атай берейік. Қостанай мемлекеттік педагогикалық университеті КМФУ құрамасы Қостанай. Нұрсұлтан қаласы Хакки Нұрсұлтан. Қостанай қаласы дарынды балаларға арналған мектеп-интернатының түлектерінен құралған Дарын интеллектуал Қостанай. Рудный қаласы әкімдігінің құрамасы Рудный құрамасы Рудный. Және басында моно, аяғында қосылды, сонымен Қос Моно Томар. Қостанай ауданы Қостомар ауылы. Құрметті әділқаздар алқасы, 1-8 финалдық сайыстағы ұпай сандарын айтып кетейін. Бұл финалдық сайысқа өзінің ерекшелігі бар, сол себептен айтып кетейін. Өкінішке орай 1-8 финалдық сайыстан бүгінгі ширек финалдық сайыстарға бірнеше командалар өтпей қалды. Енді бүгінгі сайыстың қатысушыларының ұпай сандары. Хакки Нұрсұлтан 6,2 ұпай, КМФУ құрамасы 7 ұпай, Дарын 9 ұпай, Рудный құрамасы 8,8 ұпай. Олай болса, ендігі кезекте осы командалардың жартылай финалдық сайыстарға өтпеу тағдырын шешетін қазылар алқасының құрамымен таныс болыңыздар. Облыстық Жас отан жастар қанатының төрағасы Абай Жүсіпов. Белгілі жайдарманшы, шоумен, екі дүркін облыстық орысша КВН лигасының үздік актері, 2 жыл қатарынан осыны ерекше деп айтты. Басы бос, бойда Байболат Сегізбаев. Облыстық жастар ресурстық орталығының маманы Жанайдар Ғалым. Бүгінгі сайысымыздың басты редакторы Қасиет Кәрім мырза. Және қазылар алқасының төрағасы менің жездем Аслан Қанғожин, облыстық Қостанай таңы газетінің тілшісі. Олай болса, командалар іске сәт. Финалдық сайыстар 2 сайыстан тұрады. Сәлемдесу және командалық жамбату капитандары қатыспайды. Қазылар алқасы осыны ескеретін боласыздар. Жалпы тақырып біз біргеміз. Сәлемдесу сайысының білімдіден бірінші бастайды. Ортада Қостанай ауданы Қостомар құрамасы. Ауылдағы барлық жаңалық айтамыз. Жұлқырланған, қалған музыканы көресіз ғой? Кеттім. Карантинде аяқ қалып жайдарманда басталды. Ақша жоқ, кризисқа кім қолдайды жастарды. Ауылда жаңалық жоқ, сол аяғы тып-тыныш. Темең аға тракторға жүзді бастады. Ауылға демесінде, карантинде ауылдың қадірін түсіндікке жайдарманда көкіртіп алды айзарымыз дек. Осының бәріне үлкен рахмет. Біздің мәкесейді, біздің сеньорита, сочная мобильда. Сізге рахмет мәкесейді, біздің мәкесейді, біздің мәкесейді, біздің сеньорита, сочная мобильда. Сізге рахмет мәкесейді, біздің мәкесейді. Алдарыңызда су қосылған қымыздың амбассадорлары. Қайырлы кеш, Қостанай!
Көрдіңдер ма? Ауылдағы Айгүл екпап оқапты ғой. Қош кеше ғана азан пробында жүреді ғой. Біле білсеңіздер, біздің ауданда Нұр Отанның праймеризіне қатысып жатқан депутаттар бар. Бар, бірақ сен жоқ қой, сен. Жігіттер білесіңдер ма? Сико ше, Сико. Сол да қатысыпты ғой. Үлкен депутаттар жүзден ұрлап алған дейді. Дейді, отады деп ойлайсың ба? Қайықтың сен жоқ қой. Біздің әзілдер аяқ киімге келген тас секілді арасында кіріп тұрады. Айтпақшы жігіттер, ал карантин кезінде ауылда сары пропускасы бар. Жақта кісі қояды. Солар емес пе бізде блокпосттан өткізген тамақтарымыз, дәрілерімізді алып келген. Атап айтар болсақ, Аралбай ағай, Балтабай ағай, Олжас ағай, соларға өзіміздің атымыздан алғысымызды білдіреміз. Көрдіңіздер ма? Барлық батырлар сауыт кимейді ағайын. Біле білсеңіздер, айтпақшы басқа командалардың арасында байқалмай, біздің ауылдың праймеризге қатысып жатқан депутаттар сияқты байқалмай қалмайды. Байқап қойғансың ғой. Брат, не жаңалық? Сендерге жаңалық берейін. Өткенде балалармен бірге балық алғанбыз ғой. Ауылдан 10 километр жерде Сырымной дейтін жер ғой. Сол жердің балықтарын алып, андай шоғырттандар түсті. Содан әдемі уха істейміз ғой. Уха дейді, братан, балықта құяқ жояды ғой. Бар, сендер білмейсіңдер ғой. Сол балықтан кейін асықпай, қоян оларға шықпаймыз ғой. Сол қоян ұсталдық содан кейін. Вот енді қояннан уха істеген шығарсың ба? Бас киімін білесіздер, неге алып келесіздер ей? Братан, көзіне не болған? Мынау көзім бәр, өткенде Серіктің қолына қалап қалғансың ғой. Серік бешкен жеріне жата беретін бар. Жігіттер, өткенде Инстаграмнан қарап отырсам, Мишке Қостанай дегенді көрдім. Ана Мишкалар дейді, жынды енді 170 сантиметр. Мен мынандай бойымдай ғой. Соны сатып алдым дағы, мақтасынан 3 жастық жасадым. Жігінен өзіме маска істеп алдым. Сыртын естедім. Жаңа жылда кимеймін бәрі. Жақсы жігіттер, мен 25-те дайындала берейін. Ол неге, братан? Бокстан турнир бар еді, соны бар көремін. Біздің ауыл дамып өткен соншалықты қой кезекті эйрпостпен бағады. Сонымен эйрпостын жоғалтылған бала. Қарғыс атқыр жаңбыр жауып кетпесе екен. Көрші байқамай боқтап қойыпты. Тағы боқтайлан, бәрі ешкім көрмейді ғой, тағы боқтайлан. 6 мамырда әскерде дәл осындай жағдайлар жиі болып тұрады екен. Сонымен казармада. Неге мен үйімнің бараққа алмаймын? Ана айласын бойып дайын жаққа қаттар оларда мен алмайды неге? Мәден жерге тіп бол жоған көше барақ бар ғой. Сөз соңында құрметті қазылар, сіздер біздің түрлерімізге қарап, бұлар әлі жас, әлі ойнайтын шығар деп ойлайтын шығарсыздар. Бірақ олай емес. Біздің жайдарманда ойнап жүргенімізге 8 жыл. Мысалы, Дастан универ бітіреді, мен колледж бітіремін, әкшен мектеп бітіреді. Мен ұрыстан сен не бітіресің өзің? Ауылда бітпей қалған қора бар, соны бітіру керек. Жұмыс шетеді де. Сол айтқандай біздің биыл жайдарманда ойнап жүргенімізге 8 жыл. 8 жыл? Ауылда бітпей қалған тірліктер сендердің арқаларың бітпей әкелген ғой. Құдай қаласа бұны да бітіреміз. Сіздермен бірге болған досым Маралдың құрамысы. Рахмет, Қостанай. Құрамасына сәттілік тілейміз келесі сайыстарда. Сайысымызды одан әрі жалғастырамыз. Біріндіден шыққан сөз ортада нағыз бірінді орта дейміз. Қостанай мемлекеттік педагогикалық университетінің құрамасы, КМПУ құрамасы Қостанай. Ей, сендер бізге қосылыңдар, сендер университетке қосылыңдар. Сендер бізге қосылыңдар. Сендер бізге қосылыңдар. Ей, біздің универіміз центрде ғой, бізге жүріңдер. Ей, сендердің апшақтары қандай? Ей, бізге қосылыңдар. Одан да 2 жас бақытты болсын. Дұрыс айтасың.
уәде береміз. Ал екі жас бақытты болсын. Қайырлы кеш қостанай! Деп енді айтқан бала кетті. Жігіттер, біздің ректор бар ғой, басы мықты істейді ғой, Енді қалай ол? ойлаңдар, карантин кезінде студенттермен оғырып-шоғырып, ана университеттен мынаға бармай, ноутбугымен документін алып та барып отыра сал. Осы карантин кезінде мен ұлы ғұлама ғалымдармен таныстым ғой. Қойш? Абай, Ыбырай, Шәкәрім деп. Ой, жарайсың. Кітап оқыдың ба? Жоқ, тиктоктан көрдім ғой. Міне, жігіттер, оның бәрін қойып едіңдер. Қазір карантин ше, айтып болдым ғой, қыздарға үлкен плюс болды. Қандай бір? Плюс болғанда да плюс 20 болды ғой. Килограмм плюс 20 килограмм болды қыздарға. Серьезно. Бұл қай жағынан плюс 20 алып тұр, мен түсінбей тұрмын да. Қазір ше, қарсай. Ресиптер біздер туралы айтасыздар ма деп қандай? А так пирожки біздер мұнда болғанбыз. Қандай? Шіркі болғанбыз. Виноватпыз ғой. Кім? Индира қой, Бегамот ханым. Не ғой? Қазір сіздер адам. Осы ше, осындай плюс 20 қосуларыңыздың себебі неде біз мына қыздарға айтайық. Сіздер де кішкене қосайық. Біздің плюс 20 қосудың себебі айта кетсек бізді чисто пішпек ет қой. Индира, кете берейік, үйде беш пакетімізді қарны ашып кетті. Екеуіңде бар берсесің. Сіздер жалғыздайыңдар, біз барып беш пакет жейміз. Айтсаңыз болды. Дәл осылай көңіл күйде біз жалғастырамыз! Ендеше тамашалаймыз, 21-ші ғасырдың жігіті 17-ші ғасырдың қызына ғашық болып қалса, қалай болады екен? Мен қызбын. Не ғой, қарындас. Бабаджа хотун кесенесі қайда? Мына болдым. Ендеше тамашалаймыз, карантиндегі беташар. Ай-ей, ендеше мынау милиция ағайларға беташар қашасы. Алшы. Штрафқа ақшасы. Сонымен тамашалаймыз, ауылдың дискотекасында осылай өзекті аспаптар бар екен. Екі бірдей универдің, яғни қ.м.у. мен қ.п.у. құрамасының басын біріктіріп келіп отырған Сұлтанғайсын жастары. Рахмет. Көп рахмет, қ.м.у. құрамасына алғысымызды білдіреміз. қ.м.у. құрамасы өздерінің тәрбие және әлеуметтік жұмыс жөніндегі бөлім басшысы Қуаныш Есімхановқа және өздерінің Қуаныш ағайларына, Жалғысбек ағайларына алғыстарын білдіреді. Сайысымызды одан әрі жалғастырамыз. 5 минут білімдіден шыққан сөз. Ортада Рудный құрамасы. Тапқана кезінде көңілді өтіп бақты. Біз бәрінен үмітті іш қойып өтіп. Стройға кетіп қойып өтіп. Тырнақтың арасында раствор толып қойып өтіп. Мен әжептәуір бір объектінің бригадир болып қойып едім. Мынау шашын ақ қысады.
өзімнің жайдарман ойнайтынды WhatsApp-тан сообщение келгенде бірақ көрдім ма? Рудный құрамасы деген чат астына кетіп Карантинде 5 ай бойы жайдарманға дайындалып, түнде еңбектеніп, сақадай сай болып, келді ойлап отқан шығарсыздар. Тақалған кезде дайындалды. Кез келген нәрсені тақалған кезде сен дайындалды. Болады ғой, тақалған кезде сен жаңа магазинге кіріп бара жатқан маска тағатын. Обызда болды, шығыңдар деп айқайлап жатқан кезде белгілеп отыратын. Алғашқы қар жауған кезде базарға туфлимен барып, етік сатып алып, етікті киіп, туфлиді пакетке ұстап шығып кететін. Таң азанмен ұйқылы ояу күнделік толтырып отыратын. Бет ашар басталып жатқан кезде ақша майдалататын. Ол сендер сондайсыңдар. Мен вообще қоспамын. Мен бәрін уақытын істеймін ғой. Мен неміспін ғой мен де. Мен неміспін ғой. Таксиге мінген кезде төлейтін ақшамды бөлек қалтама салып, алдын ала дайындап қоямын. Моншадан шығатын кезде 10 минут бұрын ерте киініп бастап, дәл уақытында шығып кетемін. Ресторанға бара жатқан кезде не жейтінді ойланып барып, официант бірінші келген кезде заказ беріп жіберемін. Сонымен PlayStation ойын клубында. Жігіттер, сендерде 2,5 минут уақыт қалды. Білгенде суда 2 минут қосты ғой. Біздің қабілетіміздің аз екенін біліп, кейде Құдайдың өзі қарастырып, жолымызды ашып, кейде болмайтын жерлерден әдемі бір чоқ өтіп кететін кезіміз болады. Андай қолы жеңіл адамдар болады, жұмыртқаның, қайнатылған жұмыртқаның қабын жапсырмай ашып тастайтын. Жіпті инеден бірдігінен өткізіп жібереміз ғой. Үй жұмысы деген жазу болады, соны дәптердің тура ортасына түсіріп жатамыз. Аяқ киімге бау өткіземіз ғой, сол кезде екі жағының бауын бірдей тартып шығарамыз. Мальчик пакетпен демей ашып жібереміз. Counter-Strike'да террористен бірден өтіп кетесің ғой. Сосын андай болады ғой. Бір құжатым жоқ ГАИ, бір құжатым жоқ машина кіріп келе жатқанда алдында ГАИ тұрады. Болды, ұсталдым деп ойлаған кезде алдыңдағы машинаны ұстап, ГАИ зайып болып, сен четко өтіп кетесің ғой. Сондай кездер болады. PlayStation ойын клубында. Жігіттер, сендер 2 минут уақыттарың бітті. Білгенде судья ысқырып алды ғой. Негізі осы жайдарманның көрерменсіз болып жатқаны біздің кесіріміз сияқты. Карантин басталып күйіп кетті ғой бәрі. Биылғы бір маусымның бытысын шыға жүрдік. Бір жүрген жерінде шөп шықпайтын бір кәсәшник адамдарымыз ғой. Кесапат адамдар болғандай ше. Бәрін білдіріп жүреді ше. Байдың үйіне барып зат сындырып қоятын. Өзі жалғыз атылатын салютті жерге атып жіберетін. Телевизордың тілін қытайшаға ауыстырып жіберетін. Домбыраның тиегін тесігіне түсіріп алып отыратын. Біреудің аулаған балығын бірақ бере тұрш, ұстап көрейінші, суретке түсейінші деп ұстап, қолынан түсіп суға ағызып алатын. Машинадағы жабылмайтын бардашокты ашып қоятын. Болады, жұмада телефон шымдап болады. Мектепке комиссия керек деген кезде қыз женсі киіп келеміз ғой. Сондай сәтсіздіктерге ұшырасақ та бармақтай бағымызға сеніп келіп қалды. Ойын соңында басқа қаланың жайдарманшылары өз қалаларынан шыққан тұлғалармен әзілдесіп жатыр. Біздің қаламыздан Олимпиаданың 2 түрін қола жүлдегер Иван Дычко ашқан. Онымен олай әзілдесін. Қаламызда кішкентай, денсаулықта жоқ. Сіздердің алдарыңызда өнер көрсеткен, өздерінің қалалары туралы ешқандай әні жоқ Рудный құрамасы. Рудныйымның Көп
барлықтарыңызға алғысымызды білдіреміз. Денсаулықтары мықты болсын деп айтамыз. Соңғы жағдайларға байланысты. Рудный қаласы әкімдігінің ішкі саясат бөліміне өз алғыстарын білдіреді. Сайысымыз одан әрі жалғастырамыз. Білімдіден шыққан сөз, жоғары ұпай 5 ұпай, ортада Хакки Нұрсұлтан. Ассалаумағалейкум, автобустың артынан кіріп алдынан шығатын қостанайда. Жігіттер, біз Нұрсұлтан қаласына келгендіктен Нұрсұлтан қаласы жақсы нәрсе айту керек, Нұрсұлтанды мақтауымыз керек. Мысалы Нұрсұлтан қаласындағы депутаттарымыз қазіргі жұмыс істемейтін жастарымыздың несиесін кесіп тастауға ұсынды. Сондай-ақ Нұрсұлтан қалаларында ботанический саябақтар және көптеген саябақтар ашылып жатыр, күшті отырды. Дұрыс қой. Сендер білесіңдер ма, астанада Москваға? Еске случайно 92-ші жылғы не емессің ба? Жигули емессің ба? Жоқ. Неге шіріп тұрсың, онда сонша көрсет? Ендеше шіріп құрметті достар, тамашалаймыз. Бір 10 жыл бұрынғы жиналмаған диван астын сөйтіп жатқан баланы оқиға. Балам, диванның астын жинап тастау керек, жинап тасташы соны. Жарайды. О, менің попригончигім табылды ғой. Мынау менің әжемнің сырғасы ғой. О, Барсик. Нұрлан? Папа? Мен негізі Барсикқа келгем. Папа? Ей, Нұрлан! Сонымен достар, тамашалаңыз. Белгілі бір универде болған оқиға. Мяу. Жарайды, зачеткаларды әкелдер, бәріңе баға қойып берем. Құрметті достар, тамашалаймыз. 8 айлық срокқа келген аяғы ауыр келіншек аптекада. Сәлеметсіз ба? Сізде жүктілікке не бар ма? Тест. Жүктілікке тест? Сізге көмектеспей тоғысы қос көр. Талаптыдан шыққан сөз білімдіге нұр болар дейді. Нұрлыларымыз бен білімділеріміз көбейе берсін. Сіздердің аларыңызда өнерскен Нұрсұлтан қаласына келген қаржы академиясының хоккей құрамасы. Назарларыңызға рахмет. Хоккей құрамасына өте жас команда, сол себептен қолдау білдіріңіздер, олар қатты күлмеңіздер жастарға. Сайысымыз одан әрі жалғастырамыз. Ортада білімдіден шыққан сөз, дарын, интеллектуал, Қостанай. Қайырлы кеш, мен PhD докторымын, жанымда магистрант Тиктокер бар. Қасымдар! Тегі қасымдар! Қуат түндегі образдан шыға алмай жүргенбіз. Түнде не істедіңдер? Зоопаркке барғанбыз ба? Құмаш, түнде зоопарк істемейді ғой? Контактный зоопарк. Ашылған кішкене салмақтырақ әзілдесе, қандай құрметті адамдар отыр жүрген. Мінекей, Абай аға, Аслан аға, Байболат аға отыр. Байболат аға, сәл сақалды өзіңіз екен. Сұрап жүрейін, мешіт аға қайда? Дұрыс қой, бірақ мешіттер жауап келмейді. Сен не істеп жүрсің жалпы? Қазір не істеп жүрсің емес, қалай күн көріп жатырсың деп. Мен дейтін тамақ тазиын, таксовать етем. Бірақ таксиде конкуренция көп. Жынды машиналармен тамағылар жүр. Байболат, әдеуік дегенде мейірмейді.
айтып отыр, жас ғалымдармыз. Не жас деп айтасыңдар? Жастарға сомнение ұстайсыңдар ма? Кәрі емес екендерін көріп тұр ғой енді екеуінің. Бауырым, сен қойсайын. Ал кімсің сен? Мысалы, мен нумерологпын. Мен сен туған күннің сандары арқылы өмірдегі ең бақытты күнді айтып бере аламын. 6 шілде ма? Сен де нумерологсың ба? Жоқ, мен өз елімнің патриотымын. Ал сен кімсің ал? Мен математикпін. Ойбай, бір математикпін деп кеуде толтырып айтатындай емес қой ана. Мысалы, қараш, әнші бар ғой, бір хит өлең жазады да танымал болып кетеді. Спортшы олимпиадаға қатысады да жүлде алып танымал болып кетеді. Сендердің шыңдары қандай? Нешті сағат бергеннен басқа. Жөсе олай білме. Бізде мысалы әлемдегі ешкім шығара алмаған жеті есепті шығарып танымал болуға болады. Нағылған есептер ешкім шығара алмайтын болса не үшін ойлап тапқан? Мысалы мен өзім Риман гипотезасын тауып келеді, оны ешкім әлі шығарған жоқ. Римандағы есептің берілгенін жазып кетіп қалған дейсің. Сосын не бұл? Саған байқат, кез келген есептің жауабы кітаптың соңғы еді. Мен өзім туралы айтып кетейін, Сен өзің тауып көрейші. Андай түріңе қарасам бар ғой, шетін адамдар сияқты. Мойындаш, сен танадасың ғой, қалай да? Коттедж аралап кеттіңдер ме? Баяғыда тойда қайта костюм ауыстыратыныңдар, қазір нәске ауыстырып жүрсіңдер ме? Сосын не бол? Бүгін нешесі? Нешесі деген тоқтар, телефонда календармен қарап жүрейін. Баяғыда күнді ашып қарайтын календарды ашпайтын болғандар. Анда ескі бей ғой. Бірінші карантиннан қалған ғой. Не істеп жүрсің сен? Даже мен банк жауып қойдым. Буырып кетші. Білесің ғой, бақата қорқадым. Базар жоқ, сен таза облязу сияқты болдың ғой. Банкын жауып алып, буырып кетсуге қорқып жүрген ме? Қаш, ұстап алсам жауым болады. Таңшоқпан карантин емес пе, үйде отырмайсың ба? Алдында 2 ай үйде жаттың ғой. Маскың шешіліп қалды ма? Оған дейін жұмыстан шаршап келеді шығар деп ойлайтын еменді ғой. Бірақ мына күшік кеудің рахатын карантинде көріп отыр. Клубниканың уақыты өтіп жатыр, варенье жауып тастайық, клем жуып тастайық, батарея красить тастайық деп мазам қалған жоқ. Сол үшін ғой жұмысқа шығып кеткен. Бәсе? Таңшоқпан, қысқасы, мен бір шешімге келдім. Екеуміз ойнадық, күлдік, ұрыстық, керістік, өмірдің ауыры мен жеңілін бірге көрдік. Мен өзім үшін бір шешімге келдім. Кел сендер, бірге ұшам. Шыбын, есін жай ғой сені? Жоқ, қиын, ек қанатын жылтып қарап отыр. Көреміз. Шланғы, басыңды қысып, огород суарып тастайын ғой қазір. Не ба, маманың өмірін избранныйға сақтап қой. Еңіреп звондайсың ғой. Өзі оңа қайсың ба, соға қайсың? Қай қолымен зәйлеміз атын? Сол сындырам ғой қазір. Көреміз, әкім күтірады. Шытай түш. Кел бұлды, Жігіттер, сахнаның реквизитті алып қадесің бе? Не істеп сен? Өзім реквизитім ғой. Сөніп қозғалатын болып шыға берген білем. Өйстіп дейіп алған жоқпын ба? Карантинге ол ажырасып кетпейтін шығармыз. Бұл жерде дейтін ойын болып отыр ғой, кішкене дұрыстап сахнаның мәдениетін сақтасайшы. Ой, сендер әлі ойнайсыңдар ма не? Мен ұқсап халыққа пайдалы нәрсемен айналыссаңдаршы, праймеризға бармайсыңдар ма? Енді алдымен хабарлаш, как көрсетейін. Құжаттарды қабылдау орталығында. Саламатым.
кеңес қай кабинетте отыр? Жоқ, ешқандай кабинет керек емес, осы жерге құжаттарыңызды бере беріңіз. Флюорографияны ұмытып кеттім оны. Жоқ, ешқандай флюорография керек емес. Қазір мен сізді сайыстың талаптарын түсіндіре кетейін, ең бірінші. Ойшқа сайыс болмайды. Иә. Бар спортивтің кеткен. Жоқ, олай емес. Біріншіден сіздер партия ішінде сайысасыздар, одан жеңіп шықсаңыз, басқа партиялармен жарысасыз. Жоқ, ойлашы. Осында жеңсең, ар жақ бетон қоян. Ар жақта сайыспай-ақ қоясың ғой. Жоқ, ондай біріншіден сізге талап қояды. Алғашқы талап жасыңыз 21-ден асу керек. Нешедесіз? Астананың құрдасы. Онда келмейсіз кешіріңіз. Нұр-Сұлтанның құрдасымын десем ше. Жарайды, көрейік. Енді өзіңіздің наградаларыңыз бар ма? Қандай да жалпыға ұсынатын? Бар. Қандай? Қараш, Қостанайда адам көп, үй аз. Біздің арқалықта үй көп, адам аз. Ана проблема, мына проблема. Қоссаң, не проблема? Жоқ, олай емес, сіз түсінбедіңіздер. Сіздің алдыңыздағы кандидат, мысалға, масаларды өлтіру жобасын ұсынды, оған 200 миллион теңге бөлді. Сондай ақшаны далаға шашқанша маған шашпай ма? Өзім бір-бір лекке өлтіріп кететін ем ғой. Шақсаны шыдап отыра беретін ем ғой. Сонда түсінген бойынша сіз халыққа ақша беру керек деп тұрсыз. Жоқ, халыққа бірінші тәрбие беру керек. Ақша ше? Түсінбесін ағай, өзім бөлемін. Сөз соңында таңертең сіздерді ұйқыларыңыздан будильник емес, арманыңыз ояту керек. Аша матай. Сонымен сайысымызды одан әрі жалғастырамыз. Командалар ортаға. Келесі сайыс музыкалық әуенді биатлон, команда капитандары қатыспайды. Бір әзілден сонымен бірінші болып бастайды дарын интеллектуал. Әуенді биатлон, иә. Құлақта шылым, қолында рюмка, бұл біздің батя, іздебе доста. Қолында тасбих, басында тақия, бұл біздің батя, болса бұл. Рахмет, келесі хоккей. Жасыларына қызыларына қарап тұрып, ұялмасаңшы бүтір екен деп айтады. Әуенді деп айтады. Жарайды. Келесі, әуенді биатлон деп айтады. Келесі, қыңқу құрамасы. Үлгере алмай қалған баланың әні. Көзімнен жас тамады, сені қимай, жүрекке қадалады осы ән. Одан төмен қарай қарасам, өмір өзен ағады әттең. Жақсы, келесі, Қостомар құрамасы. Кладкада істейтін строитель ағамыздың әні. Шнурдың бойында өрмен іздедім, көзім болады деп үміт үзбедім. Жақсы, Рудный құрамасы. Кеттік. Рудныйдың таң шығаратын заводының бастығының орынбасарына айтқан әні. Әлі талай таңдарды өткіземіз екеуміз. Сонымен 0,6 ұпай. Иә, бірінші ойыншы. Қай ойыншыдан? Астана. Хоккей бір ойыншымен қош айтсамыз. Пойыздың астында қалып қойған жігіттің әні. Половина тут. Қоша үйретеді. Хоккей. Берсейді. Шеге балыға, сәл солға, сәл оңға қарай, бол ал енді ұр, аямай деп айтады дейді. Жақсы. Келесі, қымпу құрамасы. Әскерден келген баланың қызына қарап тұрып айтқан әні. Мен кеткенде сен кішкентай бүлдіргеннің пісетінін кім білген. Қостомар. Мәңгі жарқын сыйладың маған, бір удармен өзіңсің баға. Жақсы, Рудный құрамасы. Жеңіл жүрісті қызға ғашық болып қалған жігіттің әні.
Ол мені қатты бағалайтын, бағына бірақ шақырмайтын, сүйемін десе қарамайтын, жыр вокзалдар махаббат. Сонымен, тағы бір ойыншы кімден кетеді? Дарын. Дарын. Дарын ба? Дарыннан. Әйтеуір құдықта өлеткен. Шетін адам сияқты. Кеттік, Дарын. Бұндай да болады екен, Төреғали Төреәлі мен Рамзан Кадыревтің дуэті. Сақтаған салқын, армысың халқым. Ассаламағалейкум. Келесі, хоккей. Найтуан тобының жастары көрмеген краскам жоқ деп айтады дейді. Жақсы. Кунг-фу құрамасы. Жайдарманға арналған ән. Жайдарманның ырғағымен терек-терек-терек, ол сәзілді бастадым мен терек-терек-терек, 20-шы жылдары терек-терек-терек, микрофонды қолғаға терек-терек-терек, әрбір топтар әнге салған. Осы бір ән есте қалған, терек-терек-терек әзіл тербейді, көрерменсіз сахнаға сәнде келмейді. Терек-терек-терек әзіл тербейді, дәл осы сәт есімізден мүлде кетпейді. Жақсы. Қостама. Әйелінің айтқанынан шықпайтын күйіне қарап айтқан әні. Жүр дегенде жүр, бар дегенде бар, басың ауырса, анаргенші бау. Рудный. Шекарашы жігіттің шекарада тұрып, жанындағы досына айтқан әні. Өзге дыбыс шыққанда, біреуіз қаққанда, қорқынышты түндерде жанымда бол. Сонымен, кіммен? Қош айтсамыз. Рудный, Қазыбек бар. Көмектес ана. Стендапқа дайындал. Дарын, кеттік. Актуалдан Алтайдың ар жағынан келген ауру, таба алмай қиналдық қой емге дәру. Шіркін, қасыңа бара алмадым, арамыз метр жарым, еріксіз қалған саған ән арнадым. Хоккей. Иесі жоқ ағаш қайта етке рахмет, анда-санда келіп сорып кетеді деп айтады дейді. Жақсы. Кунг-фу. Штангист жігіттің әні. Ахау керім, ойбай берім, күнде штанғы, күнде кер, ойбай берім ай. Келесі. Қостама. Ұсталып қалып орнын босатқан әкімнің әні. Орнымды сағындым, орындығымды сағындым, әкімдікте отырған кабинетте хатшы қызды сағындым. Рудный. Аблясовтың әні. Бюджеттен ақша жеп алып, долларға оны аударып, солай да солай қарағым, шетелге қашып барады. Тым Бармаға. Сұлықтарым жоқ екен. Кіммен қош айтсамыз? Хоккей. Хоккей. Бір ойыншысы. Дарын, кеттік. Келесі айналым. Дәл осы сәтте болғатқан жайдарманға арналған ән. Алақаннан ұшқан ұпайлар, барасың ұшып балдарға, карантин болды жарты жыл, табличка алса болмай ма? Бар табличкамыз. Келеді қазір. Келесі. Хоккей. Жүні жоқ тауық мен грилмін деп айтады дейді. Кунг-фу. Шаштаразға барып, шашын дұрыс алдырмай, айтуға ұялып кетіп бара жатқан ұялша жігіттің әні. Амалым қаншей, амалым қаншей, амалым қаншей, ұялшақ болып қаламын. Қостама. Терпила болған алған. Парақты аялап қолымдағы, қаламменен заяма жаза берші. Терпилалар көп болған соның бәрі, сенің ақымақтығының көшірмесі, ал сен натурим алсың. Рудный. Христиан жігіттің айтпайтын әні. Ана, мен сені Меккеге апарамын.
сонымен кім Кампу, рахмет. Дарын кеттік. Келесің. Соғым боладың, мал іздейм, өзгеге өзіме де жегізбейм, құлағынан амирок таққанша, пышағының ұшында тигізбейм. Хаки. Дипломын сатып алған хирург операция алдында 60 миллион не болса сол болсын депті. Кампу. Құлағы дұрыс естімейтін жігіт әкесіне тоқта деп айтып үлгере алмай қалған жігіттің айтқаны. Әке байқа. Әке, мен сені больницаға барамын. Әке, байқамайсың ба форчкадан секіп кеткеніне. Әке, болмайды екіз. Рустама. Сыганымызға үйреніп кеткен қазақ жігіттің әні. Ана меня околдовала. Қазір точно ұшпайтын ән. Жарқырап жайнай берші, нұр отан. Сонымен кім кетеді? Кампу, рахмет, біреу кетті. Дарын кеттік, келесі айтамын. Достық ән. Мен Байболатқа таңғалам, сақалын мүлде алмаған, наурызымда туса да, әуре көлдеп зарлаған. Рахмет, Қостыма. Құмырсқаның айтқаны, шыдау керек өмірге, ауырға да жеңілген, өмір бақын асыл қостарым. Рудный. Рудный. Жастарының қарызы бар, қарттарының қарызы бар, суғандауға жаны құмар, жоғал Каспий банк. Сонымен кім? Хаки, рахмет, мүліктің 6 ұпай. Дарын кеттік. Медакадемияда оқитын қызға арналған ән. Ей, кәрі қыз, кәрі болса да әлі қыз. Қостымар айта бер. Ол кісі тау болсын қазір. Дружбаға барам деп қалып қойған жігіттің әні. Те-те-те-те-те, көңіл тербейді, 18 пен 25 қайтып келмейді. Айналада гайға ұсталған жігіттің әні. Сен неге жолықтың менде пендеге, жер берді дейтін бөлмеде, жоқ еді менде теңгеде. Жақсы, Кампу құрамасының өртінен жетіп қой, бірінші шыққан жоқ, соған рахмет. Сонымен, Дарын кеттік. Түнде әп-әдемі қызбен қалып, таңертең оянған жігіттің әні. Таңғы елес, мейкап теген, мәңгілікміз. Рахмет. Қостыма. Тоқаевқа жалғаны. Ол сен емес, қанат болған бізге әркез. Рудный. 42.500 теңгеге сағат сайын заявка берген жігіттің әні. Мен сені көттім, ай. Кім? Майкап, Тоқаев. 4500. Кеуде онша не оған жоқ. Бермейді мұны. Қостыма. Бір-бірден түсіреріз. Шеуде бір-бірден. А? Шеуде бір-бір игрокта кетіп қалса. Дарын, айтын. Микрофон жетпей қалды. Ана қобалжып микрофон. Өзінің күйеу баласын ұнатып қалған ененің айтқан әні. Я хочу тебя взять. Қостыма кеттік. Шеке, жанатын үйіне сәр 12. Дене мүшесін дұрыс қолданамайтын бала. Шапалақты ұрып қас бенен, шайды ішіп қолдақ бенен. Көріп сенің көздеріңді, тұрып кеттім ona шаш бенен. Дарын кетті ғой не? Дарын рахмет, бөлімден
Микрофон ұстап кет, микрофон. Микрофон ұстап кет. Сонымен Қостомар кеттік. Шалқып көңіл шаттық үйімсін, әсем әуен тәтті күйімсін, фортепиано жұтып қойған қыз, до ре ми фа соль ля симсің. Рудный. Ондай да кездер болады екен. Қанекей фотоға түсірші, бақытсыз кезімді менің. Сонымен кім кетеді? Қостомар бірінші кетті. Мәди қалып. Кеттік, Мәди. Қисық жолдармен, тесік жолдармен, ақылы боп жүреміз, салқы текке тілейміз. Рудный. Сіз актуалды ән. Сендей ауру жоқ, саған қарсы қару жоқ, коронавирус. Рудный жеңімпаз. Рахмет. Хоккей 3,8 ұпай, қамту құрамасы 3,9 ұпай, Қостомар 5,1 ұпай, Дарын интеллектуал 5,8 ұпай, Рудный толық 6 ұпай. Барлықтарыңызға да рахмет. Жайдарманның жайдарлы күндерінде жүздескенше аман, сау болыңыздар. Cut.